Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 9-шы сынып 5-ші жаттығуды және үй жұмысын орындаймыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде мен жауап беремін. Және де каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бірінші жаттығуды бастайық. Бірінші есепті бастайық. Бізге 5 метр биіктіктен бастапқы жылдамдықсыз еркін түсетін және дене жер бетінен қандай жылдамдықпен құлайды дейді. Жер бетіне қандай жылдамдықпен құлайды. Яғни бізде v0 бізде 0-ге тең екен. Енді осыған біз формула жазайық. Жылдамдық формуласы v квадрат тең болады v0 квадрат қосу 2gh. Яғни осы формула арқылы біз жылдамдықты тауып аламыз. Мына соңғы жылдамдық болады. Енді қарайық, мына жерде бізде v0 0-ге тең, значит мына жер 0 болады деген сөз. Сонда v тең болады түбірдің астында 2gh деген. Енді осыған мәндерді қоямыз. 2 көбейту 10 көбейту h бізде 5. Түбірден аламыз. Мына жерде 2 мен 5-ті көбейтетін болсақ, бізде 10 болады. 10-ды 10-ға көбейтсек 100, 100 болады. 100-ді түбірден шығаратын болсақ, бізде 10 шығады екен, метр секунд. Сонда жауабы 10 метр секундқа тең болады. Екінші есепті шығарайық. Тас 72 км/сағат жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Яғни бұл бізде v0 72 км/сағат жылдамдықпен лақтырылады. Максимал биіктікке көтерді. Қандай максимал биіктік? Яғни h максимум тауымыз керек. Бірінші біз мына жерде метр секундқа айналдырып алуымыз керек. Ол бізде 20 метр секундқа тең болады екен. Енді бізде h максимумның формуласы ол тең болады v0 квадрат бөлінген 2g-ға. G ол бізде тұрақты шама, 10-ға тең. Енді осының орнына қоямыз. Максимум тең, 20-ның квадраты, 20 квадраттаймыз, бөлеміз 2 көбейту 10 тең. Сонда мына жерде 400 болады, бөлеміз 20-ға. Сонда 20 метр шығады екен. Жауабы 20 метр. Үшінші есепті шығарайық. Дене 20 метр биіктіктен бастапқы 180 метр бөлінген минут жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылады. Қозғалыс басталған соң 2 секунд өткеннен кейін тас қанша биіктікте болады дейді. Бізде 20 ол y0 деп аламыз. v0 бізде 180 метр бөлінген минут қой, оны метр секундқа айналдырамыз. Ол болады 60-қа бөлеміз деген сөз. Ол 3 метр секундқа тең екен. Енді формуланы жазайық. Мына жерде y тең болады y0 плюс v0-ті азайту g-ті квадрат бөлінген 2. Енді осының орындарына қоямыз. Ол 20 метр, қосамыз 3 метр секунд, көбейтеміз 2-ге, азайтамыз 10, бізде g-міз 10 болады, тұрақты, метр секунд квадрат көбейтеміз 2 секундтың квадраты бөлеміз 2-ге. Сонда тең болады, мына жерден бізде 20 шығады, 20 мен 20 кетеді, қысқарып кетеді, сонда бізде 6 қалады екен, 6 метр. Жауабы 6 метрді береді. Жұмысын шығарайық. Бірінші есепте бізде тыныштық күйден еркін түскен дене жерге 2 секундта жетеді. Осы дененің құлау биіктігін анықтаңдар деді. Яғни біз h-ты тауымыз керек. Оған бізде формула шешуі h тең болады g-ті квадрат бөлінген 2. Яғни тыныштық күйден болса, значит ол жерде v0 бізде 0-ге тең деген сөз. Сондықтан осы формуланы аламыз. Орындарына қоямыз. 10 метр секунд квадрат көбейтеміз 2 секунд квадрат бөлеміз 2-ге. 2-ның квадраты бізде 4-те, 4-ті 2-мен қысқартсақ 2 қалады. Сонда жауабы 20 қалады екен. 10-ға көбейтеміз ғой. Сол кезінде 20 метр қалады екен. Сонда жауабы 20 метрге тең. Шығарайық. Доп көкжиекке 30 градус бұрышпен бастапқы 200 дециметр бөлінген секунд жылдамдықпен лақтырылады. Доптың максимал көтерілу биіктігін тауымыз керек. Мына жерде h максимал тауымыз керек деген сөз. Енді мына жерде қарайық, мына жерде дециметрмен берілген ғой, оны біз метрге айналдыруымыз керек. Яғни бізде 1 метрде 10 дециметр бар, сол үшін мынаны 10-ға бөлеміз. Сонда бізде тең болады 20 метр секунд екен. Енді h максимум табу үшін біз v0 квадрат синус квадрат альфа бөлеміз 2g. Осы формуланы қолданады екенбіз. Енді орындарына қояйық. Бізде мына жерде v0 ол 20 метр секунд болды. 20-ның квадраты көбейтеміз синус, мына жаққа жазайын мен, бірден синус 30 градус, ол бізде 1 бөлінген 2-ге тең. Сонда мына жаққа мен бірден 1 бөлінген 2 деп жазып кетемін. Сонда 1 бөлінген 2-ның квадраты. Өйткені синус квадрат болып тұр ғой. Бөлемін 2 көбейту 10. G деген біз 10 деп аламыз. Сонда мына жақта қалады, мына 400 қалады, көбейтем 1 бөлінген 4, бөлемін 20-ға. Мына екеуі қысқарады, сонда мына жерде 100 қалады, 100-ді 20-ға бөлетін болсақ 5 метр қалады екен. Сонда жауабы бізде 5 метрге тең.
Так, үшінші есепті шығарайық. Егер 2 метр секунд жылдамдықпен ғимараттан горизонталь лақтырылған дене одан 4 метр қашықтыққа құлаған болса, ғимарат биіктігін табыңыз дейді. Енді қарайық, бізде v дегеніміз ол v нолевой, мынау 2 дегеніміз, то есть ол v нолевойды береді. L ол бізде құлаған қашықтық, Енді біз h-ты табуымыз үшін gt квадрат бөлінген 2 деген формуланы қолданамыз. Бірақ бізде мына жерде t жоқ, И бұл дене бізде горизонталь лақтырылғандықтан біз мына формуланы қолдансақ болады t-ны табу үшін L бөлінген v нолевой деп, Енді осы жерден t-ны тауып алайық. L дегеніміз ол бізде 4 2, то есть метр секунд тең болады 2 секундқа, Енді осының орнына, мына жерде h-тың орнына қоямыз. G-дің мәні 10 метр секунд квадрат, көбейтеміз мынау 2 секундты. Секундты, мен мына жерде ағылшынша жазып жібердім, секунд. Осыны квадраттаймыз и бөлеміз 2-ге. Сонда бізде мына жерде 4 болады, 4-ті 2-мен қысқартамыз, сонда бізде 20 метр шығады екен.